Ассалаумағалейкум, құрметті біздің жанашырлар. Біз Шұбарсу ауылына келдік. Келудегі мақсатымыз, естеріңізде болса, Рамазан айында Майра есімді әпкемізге жәрдем берген едік. Міне сол әпкеміз Аллаға шүкір қиыншылықтарын жеңіп, үйлі болып жатыр екен. Сол үйіне құтты болсын айтып келдік. Міне шым мебель дүкеніне келіп, кереметтей осы диванды алып жатырмыз. Құдай қаласа бірге табыстайық. Құрметті жанашырлар, Майра әпкеміздің күйеуі Небек деген алды осы кісі. Құдай қаласа қолынан келмейтін ісі жоқ. Аллаға шүкір. Алла разы болсын, рахмет тектер. Көп адамның астында болып отыр ғой. Көп жағдайда қуаныштың көз жасы. Жоқ, әрине, қуаныштың көз жасы ғой. Иә, сіздер көріп андай алып жатырмын ғой. Мынау бұл видеоны түсірудегі мақсат әпке. Не ғой? Дәл сіздің басыңызда болып отырған жағдай бірнеше адамдардың басында болып отыр да. Өкінішке орай көп адамдар ішіп қояды, немесе сымқап жатыр, немесе өз-өзіне қол жұмсап жатыр да. Бірақ Пайғамбар саллаллаху өзі айтып тұр ғой, міндетті түрде Алла Тағала бір ауыртпашылық беретін болса, оның артында міндетті түрде жеңілдік қоса келеді дейді да. Көрдіңіз бе? Сондықтан сіз осы бір ауыртпашылыққа кішкене шыдадыңыз, төзіңіз, сынбай былай айтқан кезде қайтпай, Алла Тағала қараңызшы, сізге Аллаға шүкір ағамыз әкеліп берді жаныңызға. Сонымен қоса керемет баспана нәсіп етті. Иншалла. Өзіңіз қалаған жерден. Дұрыс па? Біз сіз айтыпсыз Темірланға шақырдық қой, келсеңізші Темірланға деп. Сіз айттыңыз, балаларым мектепте оқиды, сол мектепке үйреніп қалды деп. Енді Алла Тағала Шұбарсудан мектептің жанынан әдемі бір баспана нәсіп етті. Аллаға шүкір. Тек мәселе бұл жерде жаңағы сіз қаласаңыз да қаламасаңыз да ол уақыт өтеді ғой негізі. Алланың ел ішіндегі уақытқа тек сол уақытта төзіп беру керек екен да. Және Алла Тағала ұнайтын халде сол халде өткізіп берсеңіз болған екен ғой мәселе. Сондықтан енді өзіңіз есіңізде ме сол әңгімелер жаңағы 10 күннен аса жаттыңыздар ғой навестің астында. Иә. 10 күннен аса уақыт өтті ғой. Өтпейтін уақытта. Иә, соңғы уақыттар бір тоқтап қалған сияқты болады ғой айтқанымша. Тоқтап қалған сияқты, өтпейтін сияқты, бәрі бір қолыңды бір сілтеген келеді. Сол жерден тоқтап тастаған келеді, ары қарай уже күшің жоқ болып, ары қарай бір күрескің келмей қалған уақыттар болады кәдімгідей ше. Бәрі бірінің үстіне бір болған екен. Балаңыздың қолы күйді сол сәтте? Иә, қызымның қолы күйіп қалған. Бәрі бірінің үстіне бірі болды. Құлағы ауырып. Оған кішігірім ота жасалып балама. Өзі бірінің үстінен бірін берді ше. Бірақ соны жаңа айтады ғой, сынақты бір сындырып тастау үшін бермеймін, алға қарай. Соған мен көзім жетіп жатыр да соған ше. Ары қарай мені күш береді екен да, ол наоборот бүйтіп сынып қалмай керек, ары қарай күш беру керек. Сонымен күресіп біле ма, күреспей ма деп соған жетті. Тек Аллаға сену керек екеніне, біздің ойлағанымыздан да Алланың тосын сыйлар көп екен ғой дайындап қойған. Бірақ мен ең бастысы, мен жолдасым еді да, мен ең басты осы үйді де ойлаған жоқпын, еш нәрсені ойлаған жоқпын да, шыны керек. Бірақ ол да шығып келді, ізінен үйлі де болдым, мына үлкен бір тосын сый болды маған, енді былай айтсам. Әлі күнге дейін бірақ сене алмаймын да, я шығам, кірем, тым сене алмаймын ше, шынын айтсам, әлі бейт. Кешеде көрдіңіздер ғой, не қылып жатырмын,
бір басқаша да өтірік сияқты ма? иә, неше жыл күткен арман ғой бізге, 15 жыл болды. 15 жыл аз да болса. Аллаға шүкір. Бірақ қиындықты бірінің артынан бірін берді, жеңілдікті солайынан бірінің артынан бірін берді. Аллаға мыңда бір шүкір деймін. Осы біз Рамазан айында сізге жәрдем берген кезде, әпке, көп адамдар сізге жылы қабақ танытты да. Әпкеміз иманды екен, түрінен көрініп тұр деп ше, маған қаншама адамдар жазды. Аллаға шүкір. Сол иманның бір пайдасымен шығар сізге осылай бір Алланың нәсіп еткен. Аллаға шүкір, ешкімнің ала жүгін аттамай. Жақсы, сондай алдыңа шыққан кісілер сөйтіп айтса бір өзімізге деп мынандай болып қалады ғой. Балдарым тап жатады, әйтеуір күш тәрбие бергенсің, рахмет. Кешеде бір дүкенге барып, кеше бір посуда алған болатынбыз, бірақ соны тапсырайын деп барсақ, болмаса бір көшеде тұрады. Бұрын тұрып кеткенбіз квартирада, сол жақтарда. Таныс әпке да енді былай. Сол да айтып жатыр да. Рахмет деп, сонша андай қылып. Сол ешкімнің ала жүгін аттамай, сол адал нелеріне ғой, Алла тағала сол пейілдеріне, ниеттеріне беріп жатыр ғой деп. Сонша затқа өзім құрбыларым да айтады, кеше қуанып, менен де қатты қуанып жүр ғой осы жаңалыққа енді. Көпшілік қуанып, қанша пікірлер. Сол сөздің өзі андай да, адамға ше. Сөз ең бастысы. Сөз екен, көңіл екен, ол біреуден бір дүние күтпейсің ше. Ешнәрсе күтпейсің ондай қиналғанда. Сол білдім, сол жылы сөздің өзі, көңілдің өзі қанша андай көтеріп тастайды екен, ең қиын сәтте әйтеуір сіздер болдыңыздар ғой, бірінші болып келген өздеріңіз, ол сәтті мен ешқашан ұмыта алмаймын. Алла жіберген бірақ есіме сол сіздің біраз SMS-теріңіз жазып алғаныңыз. Сонда бір сөз айтқан дейсіңіз ме сіздің әпке жақын қалып шыдаңызшы деп. Білмеймін енді, бірақ Алла тағала сонда ой салды да, әйел затына жалпы Алла тағала неге бұлай бір қатыгез емес қой Алла тағала. Неге Алла тағала қыз баласына сондай бір ауыртпашылық беріп отыр деген. Бірақ автомат түрде Алла тағала ой салды да. Мен сізге сол кезде сол ойды айттым ғой сізге, әпке жақын қалып қараңызшы, енді кішкене қалды, шыдаңызшы деп. Ол есімде бәрі. Аллаға шүкір. Сол сәттен кейін өзі жеңілдей бастады ғой өзі. Сол сөздің өзі маған қанша маңдай болады да, алдыға қарай өзімді не қылып, әйтеуір бір жақсы адамдардың бар екенін уже бәрі енді бірден осындай ой пайда болады, сөздің өзі күш қуат беріп ары қарай аз қалды ғой деп жеңіліп қалмау керек, ары қарай күресу керек деген сияқты. Сондықтан құрметті біздің көрермендер, жалпы осылай қиналып жүрген барша әйел зат болсын, ер адам болсын, міндетті түрде Алла тағала жалпы сізді бір еңсеңізді сындырып, немесе сіз таптау үшін бермейді екен ғой сынақ асылында. Әпкеміздің өзі айтады, адамды шыңдап, керісінше осы өмірге тәрбиелеу мақсатында береді екен. Сондықтан сынып қалмай, соңына дейін күресіңіз. Міндетті түрде сол сынақтың астында немесе артында міндетті түрде жеңілдік тұр. Жарқын күндер, міне ғой соның нәтижесі, міне дәлелі осы ше. Айтып отырмын, әлі күнге дейін сене алмаймын. Аллаға сансыз шүкір. Аллаға сансыз шүкір. Сол өмір десек, сол адам болып келдім, адам болып кету ғана екен. Қанша адамдар көрдім, жақсы адамдар ше. Енді жақсы адамдар көп қой, бірақ сол моментте ол адамдар несі ерекше көрінеді екен де, соншама жақсы мейірімді адамдардың бар екені. Аллаға шүкір деймін. Сонша қиналғаным. Балдарым да уже кәдімгідей мықтандай болып қазір. Есейіп қалды? Есейіп қалды. Кәдімгідей есейіп қалды. Сол кездер қызыммен жұмысқа шығатын едім ғой. Менімен бірдей жұмыс істеді. Мама сен шаршап қалма деп ше, түнімен, күнімен шығып кетті. Түнгі 2-3-терде келетін. Ертесі күні мен енді бала ғой бәрібір. Енді бүйтіп жұмысқа да нем жоқ, бірақ енді соған істеу керек та. Соған мәжбүр болдым, соны істеу керек болды. Тырысам, келемін де кешке жақын бәр жерім қақсап жатады. Білдірмей азанда шығып кетемін, бірақ балдар сезеді екен де бәрібір. Қызым қалыспай өзімен бірге мама. Аллаға шүкір. Жалпы біз енді өзімізді әпке осындай бір қиын сәттерден өттік қой бала күнімізде. Бала күнімізде осындай бір жоқшылық та болды біздің басымызда да.
сол теңге ауысқан замандарда андай жүгері нан жеп, былай айтқанда жоқшылықты бір істеп көрдік қой. Бірақ Аллаға шүкір қазір сол жоқшылықтан өскен себепті біз қазір анау қоғамда болып жатқан адамдар жағдайын артып жатса, тағысы түсінесің оның жағдайын, Аллаға шүкір. Сөйтсек үлкен нығмет екен ғой екен. Сондықтан балаларыңызда ертең Құдай қаласа мен көпшіл болады деген үміттемін. Құдай қаласа. Құдай қаласа. Көпшіл сондай жүректері кең адамдардан болады. Өйткені өздері көрді ғой. Таршылықты көрді, жоқшылықты көрді. Қиналып жұмысқа шыққан сәттерді көрді. Құдай қаласа. Жақсы күндеріңіз көп болсын. Амин. Құдай қаласа. Сынбаңыздар. Сол уақыттар сол балдарды да шыңдады, бәріміз шыңдады олай айтқанда. Бір-бірімізге қолдау көрсетіп. Алла тағала бірақ ешкім басына бермесін демеші. Ата-анамен сынамасын, баламен. Енді сынақтың ешқайсының бір жеңіл жоқ. Әрине. Тек күресе білу керек екен, Аллаға сену керек екен, тек қана парасат Алладан екен ғой. Соған көзім жетті. Тағы қандай бір артықшылық жасадыңыз өзі? Оразада қандай бір дұғалар жасадыңыз, сондай бір нелеріңіз болса, бөлісіп қойсаңызшы. Басты енді бірінші отаға түсіп қалдым, үлкен бір емес секрет ота болды. Одан енді шығып, бір ай өтті арасы, бір ай өткеннен кейін жаңа жолдасым сондай жағдай болып, сонымен мен барлық сол бәрін жинастырдым, былай айтқанша денсаулығымды да мен мүлдем ұмытып кеттім. Алла тағала сол жағынан да маған не алған шығар деймін да. Бұл сынақты өзім осыны жеңу үшін де бердім ма деймін, аурумен ше. Оны андай диагнозын айтқаннан кейін мүлде осы сәт мен басымда болып жатыр ма, тура осыған шалдықтым ба деген, енді оның атының өзі жаман ғой. Сондай бір мен сондай болды. Енді білдірмейтін, бірақ іштей өзіме шынымен мен сондай болдым ма деген ойлар болып, ана сөйтіп жүрдім да, ал күйеуім сондай болғаннан кейін мен мүлдем оны ұмытып кеттім десем болады. Мүлдем есіме шығып кетті ол. Мен ауру адам босап жүрген жоқпын, тек сол балдарым екі ортада қалып кеттім ғой енді. Алла тағала мені сынап жатыр дедім да, мына жақтан балдар тұр, мына жақтан жолдасым тұр. Сөйтіп бірақ бір 2 ай мен айтайын, өте қатты ауыр болды маған. 2 ай. Мына сенесі ба дастархан тұр, мен тамақ жеуден қалдым, прям тамақ өтпейді да. Көз алдымда сол балдар. Әбден енді жолдасым болғаннан кейін бәріміз жеткізеді, үйреніп қаламыз ғой, енді бәрін әпкеледі, еркек кісі болғаннан кейін соның міндеті ғой, енді бәрін әкеп отырады, неғымыз жайғастырып отырамыз әйтеуір. Қатты балдарға да білінді. 2 ай мен солай қиналдым да, мен не істесем болады, қалай шығамын, қалай болады деп. Сынып кетсем де болады, енді сынып кеттім десем де. Содан кейін уже мен солға. Енді 5 уақыт намаз оқымасам да, мен таңғы тахаджуд оқыдым. Мен қолым босады ма, мен кәдімгідей жаңа айтпақшы, қалай өзгердіңіз дегенде дұға. Қана дұға болды, салауатты 6000-7000 мәрте айтқан уақытым болды. Жолда жүрем, барып қайтам жолдасыма. Барғанша, қайтқанша тек сол отырам, болды, жаман нәрселер ойымнан шықпайды да, өзі бір оны сақтап та қойғам, негізі қақта екенін білмеймін. Уже кәдімгі 1 жыл, 2 жылдық дәптер болып тұр ғой, соған жазам. Қандай бір жәрдем беретін дұға бар? Соның бәрін жазып алғам. Түнде соның әр қайсысын 7 рет айтпай мен жатпаймын. Әр бір дұғаны 7 рет. Оның 20-дан асатын дұғама 30 ба білмеймін, бірақ соның бәрін оқимын. Сөйтіп салауатымды айтам. Солай сөйтіп жатам да, сөйтіп барып мен ұйықтайтын болдым кішкене. Оның алдында 2 ай бойы айтып отырмын, жаңа тамақ та, ұйқы да жоқ менде. Кәдімгідей қалай жүргенімді білмеймін, әйтеуір жүре беретінім да. Кішкене ұйықтап алам, уже ой деген маяқты адамды жеп қояды да, ой тұрып басында уже мынандай шатасып кетті, бәрі шатасып кетті. Қалай болады деп, маған сол кездегі серік болған сол дұғалар десем болады, былай айтқанда күш қуат бергенде, алдыға қарай талпынып күресе білгенде бәрі сол дұғаның арқасында. Отырам мен, болды, уже маған кәдімгідей отырсам, сол қолымда тәсбихімді алмай отыра алмаймын, алдымда дәптерім тұрады, жатсам да, тұрсам да, отырсам да, сонымен бірге жүрдім. Былай айтсам, мен алып шыққанда сол деп ойлаймын. Дұғалардың арқасында. Әрине. Аллаға шүкір сол. Бір себеп болып тұр ғой, себеп. Былайынша пендеміз ғой, Құдайдың бар екенін білеміз, Құдайға неғамыз, бірақ оншалықты бүйтіп андай қылмайтын да. Бірақ содан бастап, ана кішкентай балама дейін түнде жатып алса, ана үстіңе киіп кел балам,
қоя берме, қоя сал. Ибон зор екен. Зор ма екен? Ол саған насал. Ағаларға рахмет те. Ағаларға рахмет те. Үстіне жатып жүресің енді. Рахмет те ағаларға. Иншалла. Бар жүгір, үстіңе киім киіп кет, жүгір. Жүгір, Мына алды, Аллаға үстіңе. Әнші бала бар еді ма, Махамбет Сағат деген білесіз бе? Соған сап кете ма? Бір бана, ана жақта банам бар. Ала ғой, ала. Ана кухняға бар, кухняда бар, үстіңе киіп кел. Иншалла. Сол, иә, тек дұғалар. Сол жаңағы ғой. Енді аузымызға, мына кішкентай балам осы айтып отқаным жаңағы. Жаттап алған, ол да тәсбих бар. Сол папасы ар жақта отқанда бір тәсбих істепті. Ана құрма апарып береміз ғой, сол құрмалардан отырып, андай қылып істеп жүрді, беріп жүрді менен. Соны ұстап алатын. Жаңағы әл-уахап мен үйреніп алған мама соны деп. Аллаху самат деп әлі күнге дейін айтып жүреді жататын кезде. Есіне түсіп кетеді бір кездер айтып жүреді. Сол әйтеуір бәріміз дұғада болдық қой. Тек қана сол дұға. Аллаға шүкір, иә, Аллаға саған шүкір. Сол бәрін өзі. Бір нәрседен қиналып тұрмын ба, реттейді. Бәрін ана Аллаға тапсырып қой дейді ғой. Біз өзіміз анандай ғой енді. Жаңағындай қылып ойлаймыз, не қыламыз, әйтеуір қолымыздан келмесе де соны құр, әшейін ойдың өзі денсаулық құртады ғой былай айтқанда. Сөйтіп андай қыламыз ғой. Не істесем болады деп қол қысқа болған екен. Бірақ содан кейін мен көп нәрсені білдім да, бәр затты Аллаға тапсырып қою керек екен. Алла өзі бірінен кейін бірін бәрін реттеп. Әйтеуір бір нәрсе бір тығырыққа тіреп тұрсаң, бір жақтан келіп тұрады. Тағы бір тығырыққа тіреп тұрсаң, бір жақтан келіп тұрады да. Мен оған да көзім жетті да. Алла тағала соншалықты сену керек екен, соған бір жүрекпен кәдімгі алдын оншалық үтіп берілмеген, бірақ содан сол ғана болды маған. Сонымен ғана Аллаға шүкір, сансыз шүкір деймін. Сол осындай күнге жетіп отырып қалдым. Құдайға шүкір. Сол айтып жүремін, қазірде енді өзім сонша қиындықта өткен екен, енді қаншама адамдар бар ғой енді. Енді көпті көрмесек те, соның өзі көп нәрсені көрсетіп тастады. Аз уақыттың өзі көп нәрсені көрсетті, соны айтып жүремін ғой енді қазір барған жерде. Сынбау керек екен, күресу керек екен. Иә, сен үйтіп, андай қылма, сол Аллаға тапсырып қой. Бәрі өз уақытымен, ретімен бүйтіп келе береді екен бәрі деймін. Уақыттың өзі, өмірдің өзі уақытша ғой енді бүйтіп қарап тұрсаңыз. Бұл сол сияқты бәрі уақытша екен. Аллаға шүкір. Ана әпкеміз өзінің осы қиыншылықтан шығуына себеп болған керемет бір құндылығымен бөлісті. Рахмет әпке, біз де қуаныштымыз. Алғаш естіген кезде сен сұрап хабарластыңыз ғой. Иә. Шыны керек қатты қуандық, сізден де қатты қуандық. Өйткені ойыңда жүреді ғой мына жағында. Қалай болып отыр екен, не болып отыр екен. Біз өзіміз сөйлескенде де айтамыз, әпкеміз осы сынып қалмаса екен. Әпкеміз не айтса да, не алайық жігіттер. Кішкене қолдап жүрейік әпкеміз деп жаңа өзімізді әңгіме қылып. Өйткені енді артыңызда жеті болашағы оңай емес. Әлі кішкентай бәрі дегендей. Сізге де рахмет, осылай сынбай. Былай айтқан кезде сынақты әдемі түрде алып шықтыңыз ғой. Аллаға шүкір. Соның нәтижесі міне. Жолдасыңыз да, үйлі де болып жатсыздар. Қаншама әйтеуір қоғамда біраз сатып ала алмайтын құндылықтарды алдыңыздар ғой ойларыңызға. Ол бала-шағаңыз да, Аллаға шүкір. Соның арқасында қанша мейірімді адамдар көрдік. Қанша мейірімді адамдар өте көп екен негізі. Әрқашан сол мейірімді болу керек. Енді басқа сынақ түскенде ғана емес, жалпы кең жүректі адамдар көп екені. Соны білдім. Солардың жылы сөздері үлкен бір себеп болды, үлкен себеп екен. Қазақ айтады әпке, анау орамал дейді, оның арқасын жылытпаса да жүрегін жылытады дейді. Сондықтан біз кейде анау жыл сөзді аяп жатамыз, немесе орамал не болады деп жатамыз ғой. Бірақ дегенмен ол жүректі жылытады екен. Сондықтан жыл сөздеріңізді аямаңыздар. Ендігі жоспарыңыз қалай әпке? Магазин ашып жатсыздар. Соны енді үлкейту керек. Өзі кішігірім, соны үлкейтіп. Сол енді бас сол
балдарға жақсылап тәрбие беріп, соларды оқытып, енді осы үйден өсіп, өніп. Осындай бізде бір біреуді қуанта алатындай, біреуге бір жақсы нәрсе сыйлап, қуаныш сыйлатындай сондай бір жағдайға жету, бір байып, дүние жинау емес, ешқандай, Аллаға шүкір. Осының өзі үлкен байлық, бала шағам дені сау алдымда. Осы отбасымыз бары бізге үлкен байлық қой. Бізге бұрында, ол қазір емес, ол бұрында да сондай болған бізде. Болмаса 15 жыл квартирада жүрдік. Бірде бар болады, бірде жоқ болады. Бәрі жолдасым болса да бір кезде жеткізе алмай қалады біреуіз. Сол кезде де біз ешқашан жолдасым екеуміз бір ақша үшін ұрысқан адам емеспіз. Ақша үшін жетпейді деп екеуміз ұрысқан адам емеспіз, соны айтамыз. Бір үйімізде бүйтіп. Енді білмеймін, біреу сенер, біреу сенбес, бірақ ондай болған емес. Бір дөрекі сөйлеген күні болған емес. Бала шағам әйтеуір сол екеумізге қарап тәрбие алады ғой енді, былай айтқанда. Әкесіне жаңағы 100 мектеп бір мақал бар ғой. 100 мектеп бере алмайтын тәрбиені бір әке береді деп. Әкесі бүйтіп ұрыспаса да, соның көз қарасынан, жаңа қабағына қарап, балдардың соның өзі үлкен тәрбие да. Жұмыстан келсе, папамыз қандай көңіл күйде екен деп, соның қабағына қарап, балдар әйтеуір соның өзі, соны әкесін сыйлап, соның өзі бір үлкен не деймін да. Сол жаңа отбасынан басталады дейді бәр нәрсе. Аллаға шүкір дейміз отбасымыздан. Балдарым да сол көп, осыдан кейін айтады, мама, сол үйткіміз келеді. Бірақ бар нәрсенің бала шағамда андай ғой. Бір нәрсе болма, біреуге бергісі келіп тұрады. Мама, әпере салайық та, әпере салайық та, мама, бүгін не болып тұреді, досымда жоқ болып тұреді, мама, мен әпере салдым дегеннің өзіне андай қыламын. Қуанам да, Аллаға шүкір, балдарым әйтеуір сондай болғанына шүкір деймін. Апайлар мақтап жатады әйтеуір. Оған қуанам. Сол барымызда, байлығымызда, сол балаларымызға Құдай қаласа. Соларды аман есен өскізіп, жеткізіп, әйтеуір қуанту. Мен осыдан кейін балдарым соны түйді да. Жақсы адам болып қалу керек екен. Осы ағаларымыз сияқты болып қалу керек екен. Өте. Осы жерде айта кетейінші, бақыт деген деймін да, миллиондаған ақша емес екен деймін да, бір немесе Дубайда тұру, немесе бір әлемді аралау, бір қымбат көлік, қымбат үй емес екен ғой, негізі бақыт деген. Осы бақыт деген, Аллаға шүкір. Сезе білген адамға бақыт деген осы екен ғой. Отбасың, ағайын туысқаның бірде бар, бірде жоқ, Аллаға шүкір. Өйткені өмірде байлыққа тояттап бұзылып кетіп жатқан адамдар көп та қоғамда. Сондықтан Алла Тағаланың да бірде қысып, бірде ашуының да бір даналығы сол екен ғой. Адам семіздікті қойғаны көтереді дейді қазақ. Сондықтан семіріп, бұзылып кетпесін деген мақсатта. Құдай қаласа, бақытты бола беріңіздер, әпке. Амин. Құдай қаласа, ұрпақтарыңыз көбейіп, осындай бір қуанышылыққа келе берейік енді. Қыз ұзатып, келін түсіріп, шаңырақтарыңыз бұнда кеңейе берсін. Біз енді сіздерге сенімдіміз, Алла қаласа. Аллаға шүкір. Жақсы, онда керемет сұхбат болды. Алла разы болсын баршаңызға. Әйтеуір дұғада болды, қаншама жандар өзіме жазып та жатты. Бәріне Алла разы болсын деймін. Алладан еселеп қайтсын. Екі дүниенің бақытын тілеймін баршаңызға. Рахмет. Мына Майра деген әпкеміз осы кісі. Біразыңыз шынында ең алғаш ролик шыққан кезде жақсы пікір қалдырып, адресін сұрап жаттыңыздар. Мына әпкеміз Аллаға шүкір енді алушы емес, беруші болып отыр. Құдай қаласа, осы бетінен қайтпасын деген тілегіміз бар. Сондықтан видеоға пікір жазып, пайдаланыңыздар. Егер осындай қиналып жүрген адамдарыңыз болса, осы видеоны жіберіңіздерші міндетті түрде. Бұл видеоны шынында түсірудегі мақсат бір Майра әпкеміздің бір жеке абыройына тию емес, немесе түсіру емес құндылығын. Осылай қиналып жүрген адам бір ой түйсе екен. Кейде қиналып жүрген адамға жыл сөздің өзі жетпей жатады ғой. Сондықтан осы видеоны көріп, керісінше өмірге деген алдына мақсат қоя білсін, өмірге деген көзқарасын дұрыс ұстасын деген ниетпенен әдейі түсіріп жатырмыз, Құдай қаласа. Сондықтан сынбаңыздар. Өмірде жақсылық көп қой.
адам жақсылықта кейде шынында басқа жақтан іздеп жатамыз, бірақ айналамыз өзі жақсылыққа толы ғой негізі. Біле білген адамға, көре білген адамға. Сондықтан айналадағы жақсылықтарыңызды көре біліңіздер, Майра әпкем сияқты сынбаңыздар, Құдай қаласа. Міндетті түрде сіздерді де осындай бір жақсылықтар күтіп тұр, Құдай қаласа. Дұрыс па? Иә. Тек Алладан үміт үзбесе, Құдай қаласа. Сол дұғалар алып шыққан. Иә. Дұғаларды үзбей айтыла берсе, бәрі жақсы болады. Иә, ең бастысы дұға екен. Иә. Дұғада болыңыздар, әрқашан дұғада болыңыздар. Қазақ айтады, адамға сенген мұрттай ұшар, Құдайға сенген құстай ұшар дейді. Сондықтан Құдайға сеніп, құстай ұшып, өмірде бақытты болыңыздар. Аман болыңыздар, Құдай қаласа. Тойға келіңіздер дейді бақшы. Майра әпкеміздің үйіне. Шағылған, қонақ болыңыздар. Иә, Құдай қаласа.